Баршаңызға сәлем. Грек жаңғағының денсаулығыңызды нығайтып, сауықтыратын қасиетін білесіз бе? Америкалық ғалымдардың зерттеуінше, бұл жаңғақ ми жұмысын жақсартып, ойлау қабілетін дамытады. Әлемде 40 шақты, елімізде 2 түрі кездеседі. Назарыңызға жаңғақтың тағы біз біле бермейтін пайдалы қасиеттерін ұсынамын. Достар, алдымен каналға жазылып, қоңырау белгісін баса кетіңіз. Сонда осыдан кейінгі шығатын пайдалы ақпаратты өткізіп алмайтын боласыз. Грек жаңғағы мынадай қоректік заттарға бай. Витаминдер А, В1, В2, В6, С, К. Минералдар кальций, калий, магний, натрий. Май қышқылдары омега-3, омега-6, ақуыз 17%. Грек жаңғағының жүрекке қандай пайдасы бар? Қант диабеті қаупін қалай азайтады? Ең жақсы антиоксидант па? Достар, видеоны соңына дейін көріңіздер. Осы сияқты тағы басқа маңызды сұрақтарға жауап алатын боласыз. Грек жаңғағының қасиеттері мен пайдасы. Қатерлі ісік ауруымен күресу қасиеттері. Грек жаңғағында кездесетін антиоксиданттар мен қоректік заттардың жоғары пайызы қатерлі ісік қаупін болдырмауға көмектеседі. Әртүрлі зерттеулер грек жаңғағын қабылдау қатерлі ісік қаупін қуық асты безі жағдайында 30-40%-ға дейін және сүт безі қатерлі ісігінде 50%-ға дейін төмендететінін растайды. Жаңғақтың қатерлі ісік ауруларының алдын алуды жақсартатын кейбір қасиеттері Е дәрумені, дәлірек айтсақ гамма-токоферол және оның эндотелин деңгейіндегі төмендеуі. Гамма-токоферол грек жаңғағында өте көп. Сүт безі, өкпе және простата қатерлі ісіктерімен күресуге көмектесетіні дәлелденген. Сондай-ақ жаңғақ эндотелин деңгейін төмендетеді. Бұл қан тамырларының қабынуын күшейтетін қосылыс. Жүрекке пайдасы. Грек жаңғағы туралы зерттеулердің көпшілігі оның жүрек пен қан айналым жүйесіне пайдасына бағытталған. Грек жаңғағында L-аргинин сияқты амин қышқылдары бар. Жүрек ауруымен ауыратын адамдарға қан тамырларының көптеген пайдасын тигізеді. Грек жаңғағында омега-3 май қышқылдары, альфа-линолен қышқылы және өсімдік негізіндегі май қабынуға қарсы және патологиялық тромбтардың алдын алады. Әртүрлі зерттеулер көрсеткендей, өсімдік майларына бай диетаны қолданатын адамдар инфарктқа ұшырамайды. Шамамен 50%-ға аз. Күніне 4 жаңғақ жеу жүректе пайдалы өсімдік негізіндегі майдың қандағы деңгейін едәуір арттырады және холестериннің сау деңгейін сақтайды. Американдық клиникалық тамақтану журналында жарияланған зерттеуде 365 қатысушының жаңғақтың жүректегі денсаулыққа пайдасы зерттелді. Олар бақылау диеталары мен грек жаңғағымен толықтырылған диеталар кезінде бақыланды. Нәтижелер холестериннің жалпы және төмен тығыздықтағы липопротеиндердің едәуір төмендеуін көрсетті. Қант диабеті қаупін азайтады. Грек жаңғағын тұтыну 2 типті қант диабетінің қаупін азайту мүмкіндігімен тікелей байланысты екендігі дәлелденді. Американдық медициналық қауымдастықтың журналында тек әйелдерге арналған есепте көрсетілгендей, бұл жаңғақтардың пайдасы бүкіл халыққа таралуы мүмкін екендігі көрсетілген. Барлығы 34 жастан 59 жасқа дейінгі 84 мың американдық әйел 16 жыл ішінде бағаланды. Күніне шамамен 28 грамм ішкен әйелдердің жұдырыққа сәйкес келетін грек жаңғағының баламасы аптасына кем дегенде 5 рет 2 типтегі қант диабетінің даму қаупі шамамен 27%-ға төмен болған. Егер тұтыну аптасына 1-4 ретке дейін шектелген болса, тәуекел оларды қолданып көрмегендермен салыстырғанда 16% төмендеді.
Нәтижелер грек жаңғағын диетаға артық қоспау керек, бірақ калория тұтынудың аспанға көтерілуіне жол бермеу үшін басқа тағамдарды алмастыруы керек екенін түсіндірді. Ең жақсы антиоксидант. Антиоксиданттар біздің денсаулығымыз үшін маңызды компонент. Бұл тозу мен жасушалардың шамадан тыс қартаюына жол бермейді. Біз тезірек және тезірек қозғалатын және бізден көбірек талап ететін әлемде өмір сүреміз. Біздің өміріміз физикалық және психикалық сырқауға әкелетін хаотикалық жағдайларға толы. Сондықтан антиоксиданттардың аз дозасы біздің тамақтануымызда өте маңызды. Жасы, физикалық белсенділігі, тамақтану әдеттері және денсаулық жағдайлары сияқты әртүрлі жағдайларға байланысты аз мөлшерде қажет. Грек жаңғағында бірнеше қарапайым тағамдарда кездесетін бірнеше ерекше және күшті антиоксиданттар бар. Соңғы зерттеулердің бірінде жаңғақ полифенолдары сыналған жаңғақтар арасында ең жақсы тиімділікке ие болды және липопротеиндердің белсенділігі жоғары болды. Осыған қорытынды ретінде жаңғақтар антиоксидантты полифенолға бай деп айтуға болады. Ол липопротеиндермен байланысқан кезде ин-виво атеросклерозға әкелетін тотығу процесін тежейді. Адамға қосымша зерттеулер жүргізу кезінде жаңғақтар липидті бейінді жақсартады, эндотелий функциясын жоғарылатады және қабынуды азайтады. Бұл салмақ қосуды тудырмайды. Салауатты ақыл-ойдың болуына көмектеседі. Грек жаңғағында Е дәрумені, фолий қышқылы, мелатонин, омега-3 майлары және антиоксиданттар бар. Бірқатар нейропротекторлық қосылыстар бар. Әртүрлі дерек көздері жаңғақ тұтынудың психикалық денсаулыққа, соның ішінде жастардың инферциялық ой-пікірлерінің артуына ықпал ететіндігін көрсетеді. Зерттеулердің бірінде грек жаңғағы сияқты антиоксиданттары көп тағамдарды тұтыну қартаю кезінде пайда болатын тотығу стрестің осалдығын азайтуға, денсаулықтың ұзақтығын арттыруға, сондай-ақ қартаюдың когнитивті және моторлық қызметін жақсартуға болатындығы анықталды. Тегіс асқазан алыңыз. Бірнеше жыл бұрын егер сіздің мақсатыңыз салмақ тастау болса, жаңғақтардан аулақ болу керек тағам деп түсінген. Оның орнына көбірек диетологтар оларды салмақ жоғалту жоспарының негізгі бөлігі ретінде ұсынады. Ішті азайту үшін күніне бір уыс жаңғақ қабылдау нәтижелері және сол аймақтағы май дәлелденді. 12 апта ішінде күніне 30 грамм жаңғақ қабылдау ағзадағы серотонин деңгейін жоғарылатады, қандағы қант деңгейін төмендетеді және аштық сезімін төмендетеді. Құрамында майдың және энергияның көп мөлшеріне қарамастан, оны күнделікті аз мөлшерде қолдану іштің жоғалуына көмектеседі. Жүрек қан тамырлары қауіпі факторларын және онымен байланысты ауруларды жақсартады. Дені сау ерлердің құнарлылығын арттырады. Грек жаңғағының керемет құпияларының бірі олардың батыс стиліндегі диетаны қолданатын еркектердің құнарлылығына әсер етуі. Күніне 75 грамм, яғни жарты кеседен сәл артық қосу сперматозоидтардың сапасын, оның ішінде тіршілік ету, қозғалғыштық және морфологияны едәуір жақсартады. Грек жаңғағы бұл омега-3 май қышқылдарының деңгейіне ие жалғыз жаңғақ. Бұл ерлердің бедеулігін кейбір зерттеулер сперматозоидтардың сапалы жақсаруымен байланыстырады. Жануарлардағы да, адамдардағы да сынақтар омега-3 майлары мен басқа полиқанықпаған май қышқылдарының сперматозоидтардың жетілуінде және мембрананың жұмысында шешуші рөл атқаратындығын көрсетті. Алдыңғы зерттеулер көрсеткендей, нашар сперматозоидтар бар ерлер омега-3 майларына бай балық майы қоспаларын қабылдағаннан кейін жақсарғанын байқады.
Міне достар, бүгінгі ақпаратым сіздерге пайдалы болды деген үміттемін. Егер де бүгінгі пайдалы ақпарат ұнаса, видеоға лайк басып, міндетті түрде өз пікіріңізді қалдырыңыз.